Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет дәмді шығатын творогтан жасалатын печенье дайындаймыз. Өте жұмсақ, әрі дәмді, қатты тәтті емес, әрі десе оңай дайындалатын печенье. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Печеньемізді дайындау үшін ең алдымен ерітілген сары май, 1 шымшым тұз, 2 жұмыртқа және де қант қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араласып дайын болды. Енді творогымызды қосамыз. Осыны да бір араластырып аламыз. Араластырып болған соң, жаймен ұнымызды бөліп қосамыз. Және де разрыхитель қосамыз. Жаймен қолмен араластырып қамыр илейміз. Ұнның барлығын қостым. Енді жұмсақ етіп қамыр илеп шығарамыз. Мінекей қамырымыз дайын. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. 5 минутқа тындырып қоямыз. Дайын. Енді қамыр жаятын жерімізге ұн сеуіп аламыз. Сөйтіп қамырымызды екіге бөліп аламыз. Теңге екіге бөлеміз. Бір бөлігін шетке қоя тұрамыз. Екінші бөлігін жақсылап домалақ етіп жаятын боламыз. Оқтаумен жұқа етіп жайып шығамыз. Қамыр жайылып дайын болды. Енді осының арасына кішкене қант сеуіп шығамын. Қамырымның қалыңдығы шамамен 4-5 мм. Жайылған қамырымызды осындай стаканның көмегімен домалақ етіп кесіп шығамыз. Кесіп дайындап алдым. Енді осындай артық қамырларды алып тастаймыз. Келесі кезекте дайын қамырларымызды бір-біріне осылай жартылай жабыстырып шығамыз. Жабыстырылып дайын болған қамырды дәл осылай видеодағыдай орап, жақсылап біріктіріп ораймыз. Ашылып кетпес үшін жақсылап жабыстырып шығамыз. Мінекей бізде осындай болып шығады, екі жағы гүл сияқты болып. Осыны алып, ортасынан бөлеміз. Ортасынан бөлгеннен кейін осындай гүл сияқты болып шығады, бөлек-бөлек болып, астын біріктіріп жабыстырып шығамыз. Және де осыны былайнан жапырақша етіп, ашып-ашып гүлге ұқсатамыз. Мінекей бізде осындай розочка пайда болады. Келесісінде дәл солай астын біріктіріп, жабыстырып, ашып шығамыз осылай. Және де келесі барлық қамырларымызды осылай дайындап аламыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Әрі дәмді, әрі әдемі, сәнді болып шығады.
Мінекей қандай әдемі болып шығып жатыр. Дәл осылай барлығын дайындап аламыз. Дайын болған печеньеларымызды пергамент қағаз төселген противеньге саламыз. Араларын алшақ-алшақ етіп салатын боламыз. Піскен кезде бұл ашылып, кішкене көтерілетін болады. Енді келесі екінші бөлігінде дәл жаңағыдай жайып аламыз. Мінекей жайып болдым. Бұған да қант сеуеміз. Қантымызды жабыстырып шығамыз. Творог алған кезде майдасын алған жақсы, осындай көрініп қалмайды, бірақ бұл піскен кезде ештеңе етпейді. Бұны да бөліп шығамыз. Ау. Қазір балам. Менің кішкентай 1 жасар балам қасымда мама деп тұр. Мінекей бұлымыз да дайын. Мұны да дәл жаңағыдай орап шығамыз. Мінекей барлығы дайын болды. Бұл қамырдан шамамен 30-35 печенье шығады. Енді печеньемізді пісіріп аламыз. Ала қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын. Мінекей гүл-гүл болып, әдемі болып шықты. Бетіне сахарный пудра сеуіп шығамын. Мінекей осымен дайын. Өте керемет, әдемі болып шықты. Жұмсақ, түрі де әдемі. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.